Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте оңай әзірленетін, биік болып көтерілетін тойымды әрі дәмді құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды жарып қосып аламыз. Және шым-шым тұз саламыз. Маған қимақтың тәтті болғаны ұнайды, сол үшін мен 4 ас қасық шекер қосамын. Егер сіздерге қатты тәтті болғаны ұнамаса, онда 2 ас қасық шекер қоссаңыз жеткілікті. Қантымызды қосып алдық. Енді 1 пакетик ванилин қосамыз. Бұл ванилин міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Осылардың барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді айран қосамыз. Бұл жерде айранның проценті маңызды емес, бірақ оның жылы болуы маңызды. Біздің айранымыз жылы болу қажет. Егер сіз айранды тоңазытқыштан алатын болсаңыз, кішкене жылытып барып қосыңыз. Айранның жылы болуы құймақтың жақсы көтерілуіне көмектеседі. Айранды қосқан соң жақсылап, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызды қосамыз. Ұнымызды осылай 3 бөлікке бөліп қосыңыздар, сонда масса жақсы бір тегіс болып араласатын болады. Және менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушағына басуды да ұмытпаңыздар. Мен 2-ші бөлігін қосып жатырмын. Осылай 3 бөлікке бөліп ұнымызды қосатын боламыз. Міне 3-ші бөлігін салып жатырмын. Енді венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде қою масса пайда болады. Енді жарты шай қасық сода қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Айран мен сода қосылғанда кішкене реакция пайда болады. Біздің қамырымыз кішкене жұмсарып, ісінетін болады. Міне барлығын араластырдық. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді табамызды отқа қойып, оның үстіне 3-4 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Май қызған соң, осылай қасықтың көмегімен сұйық қамырымызды дәл видеодағыдай салып шығамыз табамызға. Мен басқа рецепттермен құймақтарымды пісіргенде көбінесе дұрыс шықпайтын. Арасында шикі болып қалатын, немесе күйіп кететін. Ал дәл осы рецептпен пісіргенде өте дәмді әрі өте керемет болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады үй жағдайында. Міне осындай менде 6 бөлік құймақ шықты. Отымыз орташа отта тұрады. Осы отта 3-4 минут құймағымызды пісіреміз. Құймақтарымыз кішкене ісініп, майда тесіктер пайда болғанда оның асты пісті деген сөз. Асты піскен соң, шанышқының көмегімен осылай аудара қоясыздар. Міне қарасаңыздар, қып-қызыл болып, келесі беті пісті. Енді келесі бетіне барлығын аударып шығамыз. Келесі беті 1-2 минутта піседі, бірақ біз бұл жерде арасы толық пісу үшін бетін 1-2 минутқа жабатын боламыз. Міне 1-2 минутымыз өтті. Құймақтарымыз пісті. Енді бетін ашып, құймақтарымызды оттан аламыз. Тарелкенің астына қағаз майлық төсеп қойсаңыздар болады. Артық майлары сол қағазда сіңіп қалатын болады. Міне барлығын алып алдық. Қамырдың қалған бөліктерінде дәл осы ретпен пісіріп шығатын боламыз. Міне біздің дәмді әрі тойымды тез дайындалатын, биік болып көтерілетін құймақтарымыз дайын болды. Сіздерге арасын бөліп көрсетейін. Қарасаңыздар, арасы толықтай пісті және биік болып көтерілді.
үй жағдайында жасап көріңіздер, жасап балдарыңызды бір тойдырып қуантып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларда кездескенше.